Сіз жаңарқадай дамыта аласыз Ұлытауды? Жаңарқадай неге дамытпасқа? Дамытасыз ба? Неге дамытпасқа? Өйткені жаңарқа дамып кеткен. Салыстыруға келмейді сіздің ауданға. Конечно, келмейді. Халықтың санына байланысты. Халықтың санына байланысты. Сіз Басшылар- мына жерде тұра тұрыңыз. Тұра тұрыңыз, енді Жаңарқаны айтып қалды ғой. Жаңарқаның басында қанша халық тұратынын білесіз бе? Білесіз бе? Көп. Қанша? Точно ақпарат білмеймін. 19 мың халық тұрады. Біздің ауданда қала болады. тұра тұр. Қала бола ма? Қала болмай ма? Оны бір Құдай біледі, оны басшылар біледі, онымен қатысым жоқ. Ұлытаудың аудан бойынша 13 мың халық тұрады. Мына Ұлытаудың басында қанша халық тұратынын мен жаңа айтып өттім, 2700 халық. Мына жерге біреу шаштараз ашса, жетісіне біреу бара ма, бармай ма, қайтадан жабылады сосын. Ал анау жерде кәдімгі өзіңіз айтпақшы, жаңа халықтың саны 20 мың, 19 мың халық тұрады. Ол официально тіркелгені, тіркелмегені қаншама. Ал неге біздің аудан ертең мына Қызылорданың жолы ашылып жатса, Берманғаратта Арқалықтың жолы ашылып жатса, неге дамымайды Ұлытау? Киелі қасиетті жер, дамиды, туризм келе жатыр. Кейбір жігіттер келіп гостиница саламыз деп жатыр, жер сұрап жатыр. Заңға сәйкес қайшы келмесе неге бермеске, неге дамымасқа? Бір күннің жұмысы емес ол, 2 жылдың ішіндегі жұмыс емес ол. Ол бірте-бірте келетін, жаңағындай ауылды жабу емес, ауылды көркейтуге жұмыс жасауымыз керек, сіз болып, біз болып. Өте оңды, рахмет. Просто мен бұл сұрақты қойғаным, мен Жаңарқаға жиі барам, өте басшылар жақсы жұмыс істейді екен де халықпен. Мынау біздің Ұлытаудың басшылары нашар жұмыс істеген осындай деп ойлап отырсыз ба? Енді сіздің жұмысыңыздан көрініп тұр ғой. Сіз көріңіз, бірінші қаншама объектілер ашылып жатыр, қаншама жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал жаңағы сіз айтып отырсыз, сотта наразылық туғызды. Кім наразылық туғызды? Мен қайтадан көтерейік сол нені? 2-3 адам сұрақ қойды, ол міндетті сұрақ қою. Үйінің төбесі құлап жатыр деді біреуі. Біреуі жаңағыдай үйім құлап қалды деді.